Қыздар, бүгін сіздермен әсер пештің листін тазалаймыз. Менің бұл кеңесіме сіздер маған рахмет айтуларыңызға сенімдімін. Өздеріңіз білетіндей, мен күнде нан жабамын, және де көптеген тәтті нәрселер пісіргендіктен листім майланып қатып кеткен. Осының міне мынадай нашатырный спирттің көмегімен тазалаймыз. Бізге керегі тек осы нашатырный спирт қана, басқа ештеңе керек емес. Бұл кез келген аптекада сатылады. Бізге осы бір листке бір флаконы қажет болады. Бірақ бұл затпен жұмыс істеу барысында өте мұқият болуларыңыз керек. Себебі нашатырный спирттің иісі өте өткір. Сондықтан да ауыз мұрындарыңызды жауып, бекітіп, мүмкіндік барынша сыртта ашық жерде істеулеріңіз керек. Майланған ыдысты аламыз да нашатырный спирттің бір флаконын құямыз. Барлық жеріне тигіземіз. Астына, үстіне, жанына үлкен қалың салафан пакетпен орап, бетін жауып, ауа кірмейтіндей етіп жауып тастаймыз. 10-12 сағат тұрады. Сосын аузын ашып, бұл кезде де мұқият болыңыздар. Алыста тұрып, жақыннан ашуға болмайды. Алыста тұрып істеңіздер. Өздеріңіз көргендей, мінекей қатып күйіп кеткен май өзі ақ сыдырылып түсіп жатыр. Тіптен қолдың өзімен ақ кетіп қалады. Өте қатты күйіп кеткен май болса, қырғыштың көмегімен қырып жіберсеңіздер болады. Мінекей біздің ыдысымыз жап-жаңа болып шыға келді. Жуып тазалап алдым. Жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Бұл кеңесім сіздерді қуантары анық. Сіздермен болған Анаш.